Өткен жолғы сорақылықтан кейін құрбымды әрине кешірдім. Бірақ ол ішуін, жүруін әлі тоқтатқан жоқ. Дегенмен де аз айтты. Бір жолы екеумізді Астанаға іссапарға жіберді. Ол орыс, мен қазақ редакциясынан. Екі операторымыз бар. Операторларымыз 23-25-тегі үйленбеген жас жігіттер. Күндізгі жұмыстарымыз аяқталған соң, кешке кафеден кешкі ас ішіп, жалға алған пәтерге оралдық. Әдетте, сапарда қонақ үйге бөлінген қаржыны үнемдеу мақсатында пәтер алатынбыз. Бұл жолы да сондай. Үйге келген соң, түннің жарымына дейін сыра ішілді. Мен ертеңгі жұмыс күнін сылтауратып жатып қалдым. Ойымда ештеңе жоқ. Төсекті бір бөлмеге Сымбат екеумізге, екінші бөлмеге жігіттерге салдым. Түннің бір уағында небір дауыстардан оянып кеттім. Сөйтсем, жерде Сымбат әлгілердің біреуімен төсектес болып жатыр. Түннің қараңғысы, тыныштықта естілген жыныстық қатынас барысындағы анық дауыстар. Небір иістерден жүрегім айнып, лоқсып кеттім. Жөтелген сияқты дыбыс шығарып едім, жердегі екеуі ас бөлмеге жүгіре жөнелді. Дереу жуынатын бөлмеде су ағызылып, біршама уақыттан соң жігіт көрші бөлмедегі диванға жатқанын сықырынан сезіп қойдым. Сымбат келіп жаныма жайғасты. Көзім ілініп кетіпті. Бір уақытта қажеттілікпен шығайын деп ас бөлменің тұсынан өтіп бара жатып, тағы біреулердің жерде жыныстық қатынаспен айналысып жатқанын көрдім. Біреуінің Сымбат екені анық. Ой, блин, да что же это такое деген сөз шығып кетті аузымнан. Барып қарасам, дивандағы бейне операторым орнында жатыр екен. Яғни Сымбатпен болып жатқан екінші жігіт. Осы сұмдық бір түнде араға сағат салып екі жігітпен. Не деген сұмдық. Сәлден соң Сымбат келіп бөлмедегі жарықты жақты. Неменеге бізге бақырайып қарайсың? Аузыңды жаба тұрсаң болмай ма? Деп маған атылды. Өзің сондайсың. Жат ұйықта деп ұрсып бердім. Кетшей, мен қазір теледидарды шағамын деп маған тәпішкесін лақтырып жіберді. Есін енді ғана жиып тұрған масаңдау әйелмен кикілжіңдескім келген жоқ. Бір кезде сыртқы есік тарс етіп жабылды. Атып тұрып қарасам, Сымбат кетіп қалыпты. Сағат таңғы 4. Құрбыма жынымның келгені соншалық. Кетсең кете бер дедім де ұйықтай бердім. Іштегі болып жатқан жиіркеніш, жек көрушілік сезімдерді айтып жеткізу мүмкін емес. Таңертеңгісін есіктің қоңырауы соғылды. Ашсам Сымбат екен. Аяғында аяқ киімі жоқ, күртешесі де жоқ. Аянышты халдегі құрбымды көріп менің жаным ашып кетті. Кешірші мені, Гүлнұр, кешір деп менен кешірім сұрады. Қайда болдың деп едім. Білмеймін. Әйтеуір бір таксистпен болдым. Ол мені алып кетті. Ар жағы есімде жоқ. Әйтеуір әкелді емес пе үйге? Мені құшақтап біраз жылады. Сосын жатып ұйықтады. Әрине, сол күні ол жұмыс істеген жоқ. Бұл шырғалаңнан құрбымды қалай құтқарсам болады? Оған ренжуім керек пе? Әлде оны аяуым керек пе? Басым қатып кетті. Өтінем маған көмектесіңіздерші. Құрбымды мына шырғалаңнан алып шықпасам болар емес. Ол тіпті жеңіл жүріске салынып кеткен сияқты. Енді не істеймін?